Ассалаумағалейкум, эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда мен Мирлан Алтынбек. Бүгін екі адамды өлтірген қылмыскер 18 жылға бас бостандығынан айырылды. Бұл үкімді бүгін облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Ахметқали Молдағалиев шығарды. Сотталушы өзінің жұмыс берушісі, аяқ киім бутигінің иесі Ринат Мұхамбеталин мен ата-анасының көршісін өлтірген үшін кінәлі деп танылды. Мойнына екі адамның қанын жүктеген қылмыскер бүгін 18 жылға сотталды. Ол алғашқы қанды қылмысын 2012 жылдың қыркүйегінде жасаған. Қала сыртындағы саяжайда өзінің жұмыс берушісі, аяқ киім бутигінің иесі Ринат Мұхамбеталинді өлтіріп, денесін көміп тастаған. Сол жылы Литвинов сауда үйінде аяқ киім сатушысы болып жұмыс істеген. Алайда ол көп ұзамай жұмыстан шығып кетеді. Кәсіпкерді өлтіргендігі туралы құқық қорғаушыларға оның азаматтық некедегі әйелі хабарлапты. Ал Ринат Мұхамбеталинді туыстары 2 жылдан астам уақыт бойы іздеген. Денесінен алған ауыр жарақаттан Мұхамбеталин оқиға орнында жан тапсырған. Оның өлгенін көрген қылмыскер денесінен құтылғысы келеді. Қылмыс болған жерден өлікті жасырғысы келген ол саяжай учаскесінен жер қазып, өлікті сүйреп әкеліп көмген. Шұңқырға сондай-ақ Мұхамбеталиннің жол дорбасы мен құжаттарын және қылмыс жасаған пышақты да бірге көміпті. Одан соң үйдегі қан дақтарын жуып, газ тапаншасын тығып қойған. Тапаншаны келесі күні Елек өзеніне лақтырып тастаған. Қандықол қылмыскер 3 жылдан соң тағы бір адамға ажал құштырды. Осы жылдың 17 қаңтарында Иманов көшесінде тұратын ата-анасының көршісін балтамен ұрып өлтіріп, 76.250 теңгесін қолды қылған. Көрші әйелдің ақылайта бастағанын өзін кемсіту деп түсініп өлтіріп тынған. Кейін сотталушының әйелді 20 рет басынан ұрған анықталды. Суд приговорил Литвинова Вадима Александровича признать виновным в совершении преступлений. Сот үкім етеді. Вадим Литвинов Қазақстан Республикасы қылмыстық кодекстің 99 бабының 2 бөлімі 13 тармағына сәйкес екі адамды өлтірген үшін 17 жылға және 188 баптың 1 бөліміне сәйкес ұрлық жасаған үшін 2 жылға. Нәтижесінде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодекстің 58 бабы 4 бөлімнің негізінде 18 жылға бас бостандығынан айырылады. 23 жастағы Вадим Литвинов жазасын қатаң тәртіптегі абақтыда өтейді. Тексеру нәтижесінде одан психологиялық ауытқушылықтар анықталмаған. Оның ата-анасы мен бір қызы бар. Асель Салимова, Сергей Калашников, тәулік. Ақтөбеде мүлікті жария ету науқаны жалғасып жатыр. Бүгін арнайы құрылған комиссия мүшелері қаладағы жеке үйлерді аралап тұрғындарға кеңес берді. Мүлікті жария ету 30 қарашада аяқталады. Бүгінгі дейін 1790 арыз түскен. Бақытжан Аманшиевтің осы үйде тұрғанына биыл 12 жыл. Үйінің ауласында орналасқан жалғыз қосымша ғимарат бар. Ол жақында салынған 2 қабатты монша. Құрылыс жұмысы былтыр аяқталған. Мүлікті жария ету шарасы жайында жаңалықтар арқылы естіп біліпті. Сөйтіп ауласында бой көтерген жаңа құрылысты 2 аптада заңдастырып алды. Документ істегенде городской акимат ішінде отдел легализация ашылды. Соны естігесін біз сол неге отделге обращаться еттік. Жігіттер сол кабинетте отыратын бір 4-5 жігіт өте маған тез көмектесті. Түсіндіргенде өткен мықты, грамотын былай айтқанда. Сұрақтар да ұнады маған. Бір 10 шақты 2 жетінің ішінде бәрін істеп берді. Документ полностью нетіп, техпаспорт алып бәрін нетіп. Қолда бар мүлкін жария етуге ақтөбеліктер асығар емес. Бүгінге дейін 1790 арыз ғана түскен, оның 809-ы құжаттары түгел болмағандықтан кері қайтарылған. Мүлікті жария ету жөніндегі қалалық комиссия мүшелері тұрғындарға мүмкіндікті пайдаланып қалуға кеңес береді. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласы бойынша 1809 мүлік 4,3 миллиард теңгеге мүлік жария етілді. Мүлікті жария ету комиссиясы заң бойынша 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейін жұмыс жасайды, ал құжаттарды қабылдау 2015 жылдың 30 ноябріне қарашасына дейін жалғасады. Қала бойынша 4,3 миллиард теңгенің мүлігі жария етілді. Олардың дені саяжай мен жеке үйлерде орналасқан қосымша құрылыс нысандары. Өтініштер күн сайын таңғы сағат 10-нан кешкі 5-ке дейін қалалық әкімдік ғимараты нөмірі 1 кабинетте қабылданады. Науқан 30 қарашаға дейін жалғасады. Жанарда Атқызы, Қанат Тұспағанбетов, тәулік.
Биыл ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы бойынша оқушыны бағалау жүйесі өзгерді. Енді аттестатқа баланың тесттен жинаған балл ғана емес, 11 жыл бойғы білімі де ескеріліп, ортақ баға қойылады. Білім сынағындағы жаңашылдықтар жайлы бүгін облыстық білім басқармасының басшысы Жанат Самуратова айтып берді. 11 жыл бойы жақсы оқып, ұлттық бірыңғай тестілеуден төмен ұпай алған оқушының аттестатына енді орташа баға қойылады. Биылғы ұлттық бірыңғай тестілеудің басты жаңалығы осы. Облыстық білім басқармасының басшысы Жанат Самуратованың айтуынша, соның ішінде алтын белгіге үміткер оқушылардың аттестатқа түсетін бағасын мемлекеттік комиссияға қайта қаратуға мүмкіндігі бар. Мысалы, жылдық бағасы оқушының 5 болып, ұлттық бірыңғай тестілеуде ол пәннен 3 алып жатырған бұл жағдайда, ол мемлекеттік комиссияның шешімімен ол балаға 4 деген сияқты баға қойылу шешім шығарылып, сол өзінің алатын аттестатына сол баға қойылады. Ол мемлекеттік комиссия және өзінің мектепшілік емтихан комиссиясымен бірге отырып шешілетін дүние. Ал тестілеудің нәтижесі бұрынғы жылдардағыдай ашық түрде жарияланбайды. Тізімде баланың аты жөні емес, жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі. Бұдан бөлек ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде жинаған балды үйден шықпай-ақ білуге болады. Тест нәтижесі ұлттық тестілеу орталығының тест-центр KZ сайтында жарияланады. Кейбір балалар өзінің бағаларын, балдарын көрсеткілері келмейтін болады. Соның алдын алу үшін биылғы жылы ең арқылы балалар өзінің балдарын интернеттен білулеріне мүмкіндік туғызып отыр. Сол жаңашылдық. Алға, Қарғалы және Мәртөк аудандарының түлектері енді ұлттық бірыңғай тест тапсыру үшін облыс орталығына келмейді. Аталмыш аудандарда тест өткізу пункттері жасақталып жатыр. Алғалық оқушылар сынақты нөмірі 3 мектепте, Мәртөк түлектері 1 мектепте, ал Қарғалық шәкірттер нөмірі 2 мектепте тапсырады. Қалада ұлттық бірыңғай тест өтетін 3 пункт бар. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті, Жұбанов университетінің экономика факультеті ғимараты және нөмірі 8 мектеп. Биылғы жылы осы 3 ауданда бұрын болмаған Алға, Мартөк және Қарғалы аудандарында біз биыл бірінші рет мына үкіметтің қолдауымен ашып жатырмыз. Сол орталықта қазіргі күні тиісті жұмыс, қалғандарда жаңарту, сотовый телефондардың басатын құралдар, сосын сонымен қатар кіргізетін балаларды кіргізген жағдайда өзінің арнайы құралдары болады. Ақтөбе облысында биыл 6365 оқушы мектеп бітіреді. Соның 77% ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға өтініш білдірген. 341 түлек алтын белгіден үміткер. Тестілеу маусымның 2 мен 5 күндерінің аралығында өтеді. Балалар 5 пән бойынша 125 сұраққа 3,5 сағаттың ішінде жауап берулері тиіс. Мазмұнның 30%-на жылда өзгертіліп отырады. Соңғы мінеке 2 осы өткізіліп атқан біздің тестілеуде 15 жылдың жаңартылған тестілерінен балалар өзінің білімін тексеріп жатыр. Енді бұлай қиын емес деп балдардың айтуы бойынша, ұстаздардың айтуы бойынша бұлай аса қиын емес деп жатыр. Енді бірақ дейтұрғанмен де көру керек, себебі логикалық сұрақтар бар. Енді емтихан өзінде бала кішкене толқып отырғанда кейбіргі сұрақтар әрине қиын түсіп, сосын оған жауап бермеуі де мүмкін әрине. Биыл ұлттық бірыңғай тестілеуді алғаш рет 12 жылдық мектепті бітірген 22 түлекте тапсырады. Олар жеке аудиторияда бөлек бағдарлама бойынша әзірленген тест сұрақтарына жауап береді. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, тәулік. Бүгін жастар тал отырғызды. 12-ші шағын ауданда орналасқан гүлзарға 70-ге жуық студент 50-ден астам шырша екті. Ағаш отырғызған Жасыл ел жасағының мүшелері жұмыстарын 12 мамырда бастап кеткен. Қазір жасақ құрамында 200-ден астам студент еңбек етіп жүр. Өз қалаңа тал сыйла. Бұл бүгінгі акцияның атауы. Шараға Атамекен студенті құрылыс және Жасыл ел еңбек жасақтары атсалысты. Олар Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің, Сақтаған Байшев атындағы Ақтөбе университеті және Ақтөбе политехникалық колледжінің студенттері. Жастар 12-ші шағын ауданда орналасқан гүлзарға 50-ден астам шырша отырғызды. Бүгінгі егіп атқан ағаш талдарымыз шырша, яғни шыршаны осындай күн салқын уақытта егіледі. Біздер жастар жауынгерлері мына орталық президент атындағы саябақтың қосыла отырып, осындай өз шараларымызды өткізіп жатырмыз.
Жасыл ел еңбек жасағының қыз жігіттері жұмыстарын 12 мамырда бастап кетті. Олар осы уақытқа дейін саябақтар мен гүлзарларға 200-ден астам қайың, үйеңкі, терек еккен. Жасақ қатарында білім ордаларының 2-3 курс студенттері бар. Күннің суықтығына қарамастан тал егіп, қоғамға бір үлесімізді қоссақ деген жастардың көбі алғаш рет көшет отырғызды. Шара бізге көп нәрсе береді деп ойлаймын. Ол біріншіден еліміздің өркендеуіне бірден бір үлесін қосатын болса, және де осы еліміздің өркендеуіне үлес қосу жастардың парызы деп ойлаймын. Осындай акциялар көп болса деп ойлаймын. Жасақ құрамындағы жастар жаз бойы түрлі қоғамдық шараларға атсалысады. Күннің ыстық суығына қарамастан олар күніне 8 сағат жұмыс істейді. Жалақылары 30 000 теңге. Әсел Салимова, Алексей Оразов, тәулік. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жеңіс жауынгерлері. Облыстық ішкі істер департаменті басып шығарған кітап осылай деп аталады. Бүгін жеңістің 70 жылдығына орай жарық көрген басылымның тұсаукесері өтті. Салтанатты жиынға кітапқа енген Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің ұрпақтары келді. Толығырақ Жанар Датқызы. Жеңіс жауынгерлері кітабын шығару идеясы бірнеше жыл бұрын пайда болған. Кейін мұрағаттар ақтарылып, майдангерлердің туыстарымен кездесу, материал жинау жұмыстары басталады. Еңбек биыл сәуір айында облыстық ішкі істер департаментінің басшысы полиция генерал-майоры Мақсұтхан Әбіләзиевтің жалпы редакциясымен жарық көрген. Отан соғысындағы жеңістің 70 жылдығына орай біз ішкі істер департаментінің ардагерлер кеңесінің ұсынысымен және ішкі істер департаменті басшылығының қолдауымен жеңіс жауынгерлері, орысша айтқанда солдаты победы деп кітап шығардық. Осы кітаптың ішіне 139 соғыс ардагері енді және 29 тыл еңбеккерлері еніп отыр. Бұл кітапты шығару мақсатында біз барлық ішкі істер бөлімдерінің қалалық аудандық басшыларына шығып, сонда кадр жұмыс жөніндегі орынбасарларының көмегімен, сонымен қатар соғыс ардагерлері бар, тыл еңбеккерлері бар, солардың туыстарының үйлеріне бару арқылы көптеген құнды мәліметтерді жинадық. Басылымда 2-ші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 139 ақтөбелік жауынгер мен тыл ардагерлері жайында ақпарат бар. Олар ішкі істер саласында еңбек еткен. Өкінішке орай кітап кейіпкерлерінің қазір 4-еуі ғана арамызда. Бүгінгі шараға қайтыс болған ардагерлердің ұрпақтары шақырылған. Олардың айтуынша әкелері мен аталары жайында жазылған кітап кейінгі ұрпақ үшін мұра. Әкем Нәби Далмағанбетов 1920 жылы дүниеге келген, осы Темір ауданы 4-ші ауыл дейді, Құмқұдық деген жерде. Енді соның үлкен немересі Нәбиев Ерік деген соны әкеліп отырмын, және де ол кісінің үлкен бірінші шөбересі Аида Нәбиева сол кісі де осында келіп отыр. 58 жылдан бастап 69 жылға дейін біздер сол Қабда ауданында болдық. Папам мынау ішкі істер бөлімінде начальник паспортного дейді, содан жұмыс істеді, содан әрі қарай сол поселоктерде участковый ретінде жұмыс жасады. Әрине ол өте қиын замандар. Қазіргі заманмен әрине салыстыруға болмайды. Жеңіс жауынгерлері сирек кездесетін құнды кітап, іші тарихи жазбалар мен фото материалдарға толы. Кітапты басып шығарудағы мақсат бейбітшілік үшін соғысқан аталарымыздың ерлігін ұрпаққа үлгі ету, жастарға патриоттық тәрбие беру. Туындының таралымы 200 дана, шара жеңістің 70 жылдығы мен 18 мамыр халықаралық музейлер күніне орайластырылды. Жанар Датқызы, Қанат Таспағанбетов, тәулік. Облыстық тарихи өлкетану музейінде алға тарих атты тарихи танымдық жылжымалы көрме ашылды. Қала тұрғындары және қонақтары көрмені бір апта бойы тегін тамашалай алады. Көрмеге Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейінің Алға аудандық филиалы қорынан жеткізілген жәдігерлер қойылған. Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейінің Алға аудандық филиалы міне бүгінде Нұрлы жол тарихқа бастар жол атты акция аясында халықаралық музейлер күні, мәдениет және қызметкерлер күніне орай Алға филиалынан құрылған жылжымалы көрме өткізудеміз. 19 мен 26 сәуір мамыр аралығында бізде осы облыстық музейде Алға өңірінен шыққан, табылған, ата-бабамыздан қалған ескі жәдігерлерді және де қоныс аударушылардың тұтынған заттарын әкеліп отырмыз. Алдағы уақытта осы бір апта бойы осы ауданымыздан қала азаматтары келіп осы көрмені көрулеріне болады. Жәдігерлер Алға қаласының құрылу тарихы, алғашқы қоныс аударушылар, химия зауыты тарихынан ақпарат береді. Сондай-ақ тарихи тұлғалар туралы тың деректер жиналған.
Мәселен, 1667-1749 жылдар өмір сүрген батыр Тама Есет Көкұлы туралы материалдар Табантал ауылында дүниеге келген қазақтың лирик эпик ақыны Ахмет Байтұрсынов, ұшқыш ғарышкер Виктор Патсаев туралы деректермен құжатталған мәліметтер бар. Алға музей былтыр ашылды. Бір жыл ішінде 2000-дай экспонаттан қор құрылды. Бүгін облыстық халық шығармашылығы үйінде Балдәурен 2015 облыстық балалар шығармашылығы байқауы басталды. 25 жылдық тарихы бар фестиваль биыл жеңістің 70 жылдығы мен Кеңес одағының батыры Әлия Молдығұлованың 90 жылдығына арналды. Облыстық кезеңге 7 мен 15 жас аралығындағы 100-ге жуық өнерпаз қатысуда. Осы балдарымызға алдағы уақытта осы қылқобыз, примақобыз аспабын насихаттау мақсатында балдарымызды өнерге, мәдениетке, сахна мәдениетін үйрету мақсатында осындай байқауларға жиі шығып тұрамыз. Осы ұлы жеңістің қарсаңында, Әлия Молдағұлының 90 жылдығының қарсаңында осы шығармашылық үйіне алғыс айтамыз. Осындай байқаулар көп бола берсін. Біздер де келіп жүлделі орындарға ие бола берейік. Үміткерлер 2 номинация эстрада, вокал және халық аспаптары бойынша өнер көрсетеді. Домбыра, қобыз, фортепиано, баянда ойнайтын оқушылар жиналған. Байқау жеңімпаздарының гала концертпен марапаттау салтанаты 1 маусым халықаралық балалар күні өтеді. Түнгі жаңалықтар топтамасы осымен тәмам. Назар салғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.